Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Біз бүгінгі сабағымызда күрделі заттардың соңғы өкілі тұздарды қарастыратын боламыз. Тұздар дегеніміз металл катионы мен қышқыл қалдығынан тұратын күрделі қосылыстар. Тұздардың бірнеше түрі бар. Бірінші орта тұздар, екінші қышқыл тұздар, үшінші негіздік тұздар, төртінші қос тұздар және соңғы кешенді тұздар. Орта тұздар түзілу үшін қышқылдың құрамындағы сутек атомы толығымен металдарға алмасуы керек. Мысалы, кальций SO4 немесе калий хлор. Ал қышқылдық тұздардың құрамында бір немесе бірнеше сутек атомы қалады. Мысалы, натрий H SO4 немесе калий H2PO4. Ал қос тұздардың құрамында екі бірдей металл катионы болады. Мысалы, натрий калий SO4 немесе калий натрий 2PO4. Ал негіздік тұздардың құрамында сутек атомының орнында гидроксил тобы болады. Мысалы, кальций OH хлор немесе алюминий OH SO4. Ал кешенді тұздар комплексті тұздар деп те аталады. Олар түзілу үшін кешенді анион немесе кешенді катион болу міндетті. Мысалға, купрум NH3 4 SO4 немесе калий феррум CN6. Егер де осы тұздардың атауларын білгіңіз келсе, описаниеге қараңыз. Тұздардың алымына келетін болсақ, металл мен қышқылды әрекеттестіреміз. Мысалы, кальций қосылған H2SO4 түзіледі. Кальций SO4 және сутек газы. Немесе калий хлор қосылған H2S түзіледі. Калий 2S қосылған H хлор. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Асан Фазылбекұлы. Келесі сабақта кездескенше.